Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге осындай ашытқысыз жай ғана ас соданың көмегімен осылай көтеріліп пісетін, жұп-жұмсақ болып пісетін 7 шелпектің рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің видеомды соңына дейін қарап, басқа да достарыңызға видеоны таратыңыздар. Әр жұма сайын тез-тез шелпек пісіргенде осы рецепт өте ыңғайлы рецепт. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен жылы сүт және де жылы суымызды аламыз, оны ыдысымызға құямыз, одан кейін үстіне тұз және де қант және де ас содасына кішкене уксусты салып, жақсылап екеуін араластырып, оны да осы сүттің үстіне құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алдым. Келесі кезекте ұнымызды салатын боламыз. Илеуіштің көмегімен осылай салып шықтым барлығын. Одан кейін қолмен жақсылап тұрып қамырды илейміз. Қамырды илеп алғаннан кейін оның бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамыр 10-15 минуттай тұрды. Енді оны алып 9 немесе 7 бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін барлық кескендеріміздің барлығын домалақтап, тағы да 10 минуттайға бетін жауып қойып қоямыз. Барлығын осылай домалақтап шығамыз. Барлығын домалақтап тындырып қойып қойғаннан кейін ақырындап осылай шетінен алып, барлығын домалақ қылып бір келке етіп жайып шығамыз. Шелпектердің барлығын осылай домалақтап жайып, бірін үстіне бірін осылай орналастырып алдым. Келесі кезекте майды қыздырып, осылай шелпектеріміздің екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Шелпектердің барлығын бірінен соң бірін, барлығын осылай әдемілеп, қып-қызыл етіп, жақсылап пісіріп алдым. Өте дәмді болып шыққан және де өте жұмсақ. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Және де осы видеоны басқа да достарыңызға таратып, видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда бұдан да басқа жақсы рецепттер болатын болады. Келесі видеода мен сіздерге өте дәмді болып шығатын, өзіме қатты ұнаған печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.